Бұл видеода магазиндерде көп болатын алаяқтық схеманың бірі түсіп қалған. Әйел адам көкөніс алып кассаға келеді. Кейін алған заттарын есептетіп, ақшасын шығарып, сатушыға ұстатады да, бірақ бермейді. Осы арада сатушыны сөзге айналдырып, ақшаларын майдалап беруді сұрайды. Сатушы келісіп ұсақ ақша іздеп жатқан кезде, әйел кісі ақшасын қайтадан өзіне алып қояды. Сатушы ақшаларын майдалап айырбастап береді. Сосын әйел жаңағы көкөніске бермеген ақшасының сдачасын сұрайды. Сатушы сіз маған бердіңіз бе деп сұрайды. Әйел кісі жаңа ғана бердім ғой дейді да, сатушыға бермеген ақшасының сдачасын алады. Осы кезде кассир шатасып қалды. Ал егер камера болмаса, кімнің дұрыс, кімнің бұрыс екенін айтып тұрған дәлелдеу қиын. Міне сондықтан қазіргі кезде магазиндерге видеонаблюдение өте маңызды. Камера тек бақылау үшін емес, осындай жағдайларда дәлел ретінде керек. Егер сізге магазинге, бизнесіңізге және басқа да нысандарыңызға видеонаблюдение керек болса, хабарласыңыздар. Алматы қаласы және Алматы облысы бойынша нысандарыңызға келіп, көріп, есептеп, консультация беру тегін.